Йоу, ассалаумағалейкум көрермендер. Сіздермен болған мен Хакер KZ. Мен бүгін сіздерге ғимарат салуды үйрететін боламын. Бұны модсыз ғимарат деп атуға да болады. Мен бұны, бір жерден көрдім. Артында ғимарат құсап, дәл сондай ғимарат істейтін боламын. Так что сіздер құр отырмай, лайктарыңызды басып, комментарийді келіп, подписаться күні басыңыздар. Давай достар, біздің подписчикіміз 300 жеткізіпсе, арған те қалды, 230 подписчик болыпты. Давай сразу 70 лайкты жинап, мен сіздерге сенемін, қолдау күтемін достар. Осы видеоға лайк басып кетіңіздер. Қазір мен сіздерге ғимарат салуды көрсететін боламын. Бұл өте оңай, модсыз, бірақ сіздерге сәл бір түрі болуы мүмкін. Бірақ тырысқан істі көретін боламын. Ал бастай берейік. Так. Бізге бір осындай бір ағаш керек, бір любой ағаш алайсыз. Осындай. Осындай ағашты ақ береміз. Өздеріңіз білесіздер. Бұны қанша көтеретініңізді. Любой көтересіздер. Мен енді құттай қыла салайын. Сіздер нең ойлайсыңыздар болады. Так что, осылай істейміз, и потому что бұны басқа достармен істегенде болмайды. Өйткені бұл тек лавамен ғана істелінеді достар. Так, міне бір осындай бір көлемінен қарап аласыздар. Құрттай болса құрттай, неғылғыларыңыз келсе істей беріңіздер. Осындай көлемде болады. И потому что мына астын бұзамыз. Өткен бұл асты бізге керек емес. Бұзып тастаймыз, міне. И потому что оған лава қоямыз. Лава қайда лава. И потому что қасымызға сумен лаваны алып аламыз. И потому что бізге керек болады. Бізге керек болады. Так, достар, міне кешіріңіздер. И потому что мен осындай лабыратындар бет кейбір мүмкін. Так, комментарий жазып кетіңіздер. Кім біледі соны. Және өзіңіз Майнкрафт болса істеп көрсеңіздер болады. Мастеркрафт болса да істей бересіздер. Бұл әрбір Майнкрафтқа да істеліне береді. Лаваны осылай құйылған күтеміз. До конца жерге құйылсын достар. До конца асықпай қояды. Бұл лава енді асықпай құйылу керек. Қазір оның үстіне су құямыз. И потому что одан тас шығады. Болған сияқты. Енді суды құйып бастай береміз. Әр жерден суды құя береміз. Құя береміз. Мен достар осылай құйып болады. И потом судың до конца астына барған күтеміз. Астына барған сияқты. И потом осындай бір губканы аламыз да бір бүйтіп қойсалайық. Так, міне. Бұзылмай қалды. Так, міне осылай. Міне. Сіздер құрып отырғанша лайктарыңызды басып кетіңіздер. Достар, міне бір әдемі осындай замок құрастырдық. Міне көрдіңіздер ме? Бұны ғимарат деп аталады. Бұны модсыз істелінеді. И вот іште лава көріп тұрғандарыңыздай. Ішінде мен тек лаваларды өшіріп достар. Бұндай лавалар керек емес. Бұны қоя берейік. Өздері түсіп баратыр екен. Бұны модсыз істеуге болады. Бірақ сырттарын ауыстыру сәл қиындау болады. И потом іші қараңғы болып кетеді. И мен не ішіп аламын. Ал сіздер паңарек қойып істей бересіздер. Осындай алайын. И потом мен достар шифрені өздеріңіз жауып аласыздар. Міне мына жеріне бір ағаштар достар қойып істесеңіздер болады. Міне осылай. И потом шығып мына жеріңізге есіп қоясыздар. Осындай не аласыздар да.
потому что ес қоясыздар өздеріңізге үй салу несін ол бір өздеріңіз ойнағыларыңыз келсе, короче, міне осындай зат шығады. Міне достар, міне амандықта көріскенше сау болыңыздар. Келесі бөлімнен шықса сау болыңыздар. Жинасыз,